Жаңашыл ұстаз курсына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен қазақша озвучка қоюды үйренеміз. Видеоға, болмаса суреттерге, кез келген жаңағы өздеріңіздің жасап жатқан видео сабақтарыңызға, жаңағы өздеріңіздің дауыстарыңызды қойғыларыңыз келмесе, онда керекті бір дауысты таңдап алып, видео озвучка жасауға болады. Ол үшін біз жаңағы Google-ға өтіп, қазақша озвучка деп жазамыз. Мына тұрған бірінші ссылкаға кіреміз. isai.nu.edu.kz деген қазақ мәтінді сөзге түрлендіру. Осындай сайтқа кіреміз. Осы Жаңашыл ұстаз курсынан қош келдіңіздер. Міне курсынан деп қате кетіп қалды. Курсына деге. Тағы да егер түзету енгізген болсаңыздар, тағы get аудионы басасыздар. Жаңашыл ұстаз курсына қош келдіңіздер. Енді мына жерді басатын болсақ, скорость воспроизведения деген бар. Егер жаңағы жай айтқызатын болсаңыздар, орташа, мына негізі обычныйда тұрады. Бірақ одан тезірек деу десеңіздер, бірде 25-ті көрейік. Жаңашыл ұстаз курсына қош келдіңіздер. Осындай тездетіп айтатын болады. Енді, мынау мысалы басқаның атын, басқанымен көрейік, мысалы Рая дейді. Әрбір атты басқаннан кейін get аудионы басып отырамыз. Жаңашыл ұстаз курсына қош келдіңіздер. Бұл енді скорость бізде тез тұр. Егер сәл аздататын болсақ. Жаңашыл ұстаз курсына қош келдіңіздер. Осындай болады. Енді қараңыздар, бұны егер сізге осы дауыс ұнайтын болса, онда осы 3 нүктені басып, скачать дегенді басамыз. Міне скачен один файл. Бұл жерде бізде жаңағы дыбысымыз жүктелінді. Жаңашыл ұстаз курсына қош келдіңіздер. Менің бұл тек қана бір жаңағы сөйлемім. Егер сіздер видеоға осындай жаңағы не жасайтын болсаңыздар, запись, онда видео редакторда звук деген жерге осы нені тіркейтін боласыздар. Жақсы, пайдаға тиеді деген ойдамын. Әрі қарай сабағымызды жалғастырамыз. Көріскенше сау болыңыздар.